Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге өте дәмді ерекше салаттың рецептін ұсынамын. Қытырлақ баклажандар деп аталынады. Видеодағыдай әдемі шыққанын қаласаңыз, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Алдымен баклажандарды жуып тазалап аламыз. Барлығының қабығын ашимыз. Міне видеодағыдай етіп ашысаңыздар, өте оңай ашылынады. Ашып алған баклажандарымыздың барлығын төрт бұрышты етіп турап шығамыз. Яғни квадрат бөліктерге бөлеміз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Баклажандарды екіге бөліп, үлкен квадрат бөліктермен тураймыз. Видеода көріп тұрғандай жасаңыздар. Барлық баклажанды осылай үлкен бөліктермен турап аламыз да, оны бөлек ыдысқа салып, оның үстінен салқын су құямыз. Тұз қосып, осы баклажандарды судың ішінде 30 минут қалдырамыз. Міндетті түрде осылай жасаңыздар, баклажандардың қышқылтым дәмін алады және баклажандарымыз жұмсара түседі. Соусын дайындаймыз. Соусқа мен укроп пен петрушканы майдалап турап алдым. Егер сіздерде кинза болса, соны қолдансаңыздар болады. Міне турап алған укроп петрушканы осы ыдысқа саламыз. Оның үстінен 2 чесноктың басын осылай чеснок езгішпен езіп саламыз, немесе үккішпен өткізіп алыңыздар. Оның үстінен соевый соус және лимонның согын құямыз. Егер аз болып жатса, кішкене тағы қосуға болады. Мен көз мөлшерімен жасадым бұл соусты. Сіздер егер қуырған баклажандарыңызға байланысты жасайсыздар. Міне соусымыз дайын болды. Баклажандарымызды судан алып, майлыққа немесе қағаз майлыққа кептіріп алу қажет. Міне суының түсі осылай болып өзгереді. Барлық баклажанды майлыққа салғаннан кейін майлықтың екінші жағын жауып, құрғатып аламыз. Міне кептірген баклажандарымызды ыдысқа салып, оның үстінен кукурузный крахмал сеуіп араластырамыз. Барлық керек ингредиенттерді, яғни арасына қосатын заттарымызды видеоның астына описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден граммдарын көрсеңіздер болады. Міне баклажандарымызды осылай дайындап алып, осы аралықта отқа майды қойып қыздырып қоямыз. Қызанақты тураймыз. Менде үйде осы қызанақ болғандықтан осыны қолдандым. Егер сіздерде чили қызанағы болса, соны қолдануға болады. Және де бұл салатқа мен қолданған соустың орнына дайын сатылатын соус бар, кисло-сладкий соус деп аталынады. Сол соусты қолдансаңыздар болады. Міне барлығын турап алып, қызып тұрған, міндетті түрде қызып тұрған майға барлық баклажанымызды салып, қуырып аламыз. Міне осылай қызарғанша қуырамыз. Баклажандарымыз біраз уақыттан кейін осылай алтын түстес болып шығады. Барлығын қуырып алып, отты өшіріп, баклажандарымызды басқа ыдысқа салып аламыз. Міне майын сорғытып саламыз. Баклажандарымыз дайын, қытырлап, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Помидорды және соусты салып, бір ыдысқа араластырып алып, салатымызды дайындаймыз. Міне біздің өте дәмді ерекше салатымыз дайын болды. Баклажанды осы ыстықтай күйінде ұсынсаңыздар қытырлап тұрады, бірақ суығаннан кейін жұмсарады. Дайын салатты тарелкеге салып ұсынамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма жазылып, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Достар, ас болсын, қош сау болыңыздар.